Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, әрі бір жасағынан сәтті шығатын, сырты осындай қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып пісетін, екі түрлі салмадан осындай пирожкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, оның үстіне жылы суды құйып, және де біраз қасық ашытқыны, және де бір қасық қант, және де бір қасық тұз қосып, барлығын жақсылап тұрып венчикпен араластырамын. Оның үстіне ерітілген сары майды қостым. Сіздер сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Барлығын біркелкі етіп араластырып, үстіне қажетті мөлшерде ұн қосып, барлығын венчикпен араластырып, онда бірден қоспаңыздар, осылай жарты бөлігін қосып, венчикпен араластырып, әрі қарай қолмен жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай қамыр жұп-жұмсақ болып шығу қажет. Осылай қамырды орташа тығыздықта илеп алдым. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майды аздап жағып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамын. Осы уақыт аралығында салмасын дайындадым. Менде екі түрлі салма. Бірінші салмасына осылай картошкамен дайындадым. Картошканы осылай суға пісіріп алдым. Екінші салмасын дайындау үшін капуста мен пиязды осылай майдалап, солонка етіп турап алдым. Барлығын осылай турап болғаннан кейін табаға аздап май құйып, үстіне осы жаңа туралған пиязды және де капустаның барлығын салып, дәміне қарай тұз және де бұрыш қосып жақсылап тұрып, 10-15 минут қуырып аламын. Осылай картошкаларда пісіп шықты. Енді осыны пюре етіп осылай езіп алатын боламын. Әрі қарай үстіне қуырылған пиязды қосып, барлығын тағы да біркелкі етіп араластырамын. Салманы дайындағанша қамырда осылай үлпілдек болып көтерілді. Енді осы қамырды алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қараңыздар, қамыр үлпілдек болып көтерілді. Жалпы қамырдың осылай үлпілдек болып көтерілуі ашытқыға байланысты. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы өте маңызды. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп алып, жаюға ыңғайлы етіп, осылай домалақтап шығамын.
жайып жатқан кезде қалған қамырлардың беті кеуіп қалмау үшін сүлгімен осылай жауып қойыңыздар. Әрі қарай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алып, ішіне начинкасын қойып, осылай видеода көрсетілгендей осылай түйіп шығамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін бір 10 минутқа көтерілгенше бетін жауып, тағы да қалдырамын. Осы уақыт аралығында табаға майды қыздырып, осылай пирожкилерді екі бетін қызартып пісіріп алатын боламын. Пирожкиді пісірген кезде баяу отта пісіріңіздер, сол кезде екі жағы да қызарып, ортасы шикі болмай толық пісіп шығатын болады. Қараңыздар, осылай барлық пирожкилерді пісіріп алдым. Осылай толық пісіп шықты. Іші де сырты да жұмсақ әрі толық пісті. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Бір жасағаннан өте сәтті шығады, әрі өте дәмді болып піседі. Сіздермен болған тәтті рецептер каналы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.